жуу кегіндеу мәселесін. Бізде мынау инфекционный орталықтарда негізі оны әсіресе біздің оңтүстік оған өңір үйреніп қалған, көп орталықтарда оны жуып береді. Сондықтан оны қайта жуудың міндеті жоқ. Оны жуатын жерлері бар екен, сол жерлерде жуып дайындап береді. Енді әлбетте ол барлық жерде болмайды, инфекционныйдан шықпайтын кездер болады. Жаңа мәйітті сақтайтын морг деп айтамыз, ол мәйітті сақтайтын орталықтар болады. Ол жерде енді жуатын ешқандай жағдайлар жоқ екен, тек дәрілейді екен. Ондай жағдайда не істейміз, шариғат бойынша қалай болады деген үкім ғұламалар кеңесінде қарастырылды, фатуа бөлімінде қарастырылды. Осы жерге, осы кісілердің мамандарының айтқанына сүйенетін болсақ, ол кісілер табытқа кейде бір адамдар темір табытпен келіп жатқан байқаймыз. Сондай кездерде не істейміз дегенде, бұл ауру себебінен ол табыттарды немесе жаңағыдай оралған пленкаларды, материалдарды ашу дұрыс емес деп санайды. Шариғатымызда оның жуындыру міндет болмайды. Қалай алып келінді, солай апарып жерленеді. Рас, енді жуу ол міндет болып саналғанменен біздің шариғатымызда жуылмайтын уақыттар болады. Оны да айта кетуіміз керек.